Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз органикалық тыңайтқыш, яғни компост жасау жайлы болады. Онан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді өткенде видеомызда көрсеткендей компост жасау жайлы алдын бір видеомызды бастап көрсеттік. Енді мынау соның ізі. 200 литрлік бошканы дайындап алғанбыз. Сол видеода кейбір оқырмандарымыз сұрақтар қойған: компостты қашан дайындайсыз, көрсетіңіз тезірек деген. Рахмет олардың комментарий жазғандарына. Достар, комментарий жазыңыздар. Комментарий жазып, каналға тіркеліп қолдау білдіріп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қысылмай комментарийға қоя беріңіздер. Комментарий жазсаңыз, бізге қолдау білдіргеніңіз болады, достар. Енді міне компост жасау жайлы көрсетеміз. 200 литрлік бошка, оның міне ішіне жартыдан сәл көбірек қылып су құйып аламыз. Енді оның ішіне мынау қосатын заттары, мынау кәдімгі осы бақшамыздағы шөптердің жапырақтары, кішкене күл, мынау тауықтың саңғырығы, сосын мынау сиырдың көбірі, сосын түйенің көбірі. Осыларды араластырамыз. Сосын кішкене ашытқы дрожь салып жібереміз ішіне. Достар, бастаймыз. Мынау сиырдың, осы мынау 25 килолік қап, осыған расчеттасаңыз болады. 25 килолықтан екеуін саламыз. Достар, ішіне жібереміз. Мынау сиырдың көбірі, ол енді көп жылдық болса да, жаңа болса да бола береді. Себебі мынаның ішінде тұрғаннан кейін өзі жібейді. Екінші мешокты да салып жібереміз, достар. Мінекей достар, жапырақты да салып жібереміз ішіне. Жапырақ енді ірі жапырақ болмаған дұрыс, майдалау жапырақтар болса жақсы болады. Ары қарай басып сіңіріп жібере, суға араластырып жібереміз ары қарай жапырақтарды. Тауықтың саңғырығы, мынадан сіздер көбірек осындай бір шелектің жобасында салсаңыз да болады. Ол да өте жеміс ағаштарға өте пайдалы. Кішкене күл салып жібереміз. Мынау таза, мынандай отынның күлі, кәдімгі пластмасс я басқа заттардың күлі болмайды. Одан кейін достар, міне көріп тұрғаныңыздай ашытқыны саламыз. Дрожь. Енді осының үстіне қалған жағына суды толтырамыз. Мінекей достар, осылай бір араластырып қоямыз. Мінекей достар, бәрін араластырдық. Осылай компостымыз почти дайын. Жауып қоямыз. Оны кем дегенде 10-15 күндей қоямыз. Өзі ашып, баршып, бәрі араласып, ішінде шіріп, оған дейін дайын болып тұрады. Мынау көрсетіп жіберейін, міне достар. Алдыңғы дайындаған мынау компостым, осыдан алдыңғы мінекей. Кәдімгі биогумус дайын болып тұр, әп-әдемі болып. Бұл астындағы қоймалжыңы. Достар, тағы айта кететін жайт, мынау 15 күннен кейін кәдімгі быршып дайын болғаннан кейін бұны талдардың түбіне өзінің нормасымен құямыз. Оны сол кезде көрсететін боламыз. Менің бір айтайын деп тұрғаным, көзіммен көргенім, осының жаңағы сұйығын құйып болғаннан кейін астында қоймалжыңы қалды. Сол қоймалжыңын алып, талдардың түбіне салып аударып тастағаннан кейін, жаңа адамдар айтып жатады ғой ютубта, шылаушың дейді, шербей.
солар осының қоймалжыңын салғаннан кейін солар өзінен өзі келді менің талдарыма. Мен еш жақтан сатып алып не қылып салған жоқпын. Осы компосттың қоймалжыңын салғаннан кейін жаңағы шылаушындар өздерінен өздері менің огородымда пайда болды. Мен оған өзім де таңғалдым достар. Осылай компост дайындайсыңыздар достар. Бұларды енді қандай нормада құю керек, қалай құю керек, келесі видеоларымда көрсететін боламын достар. Өткізіп алмаңыздар. Каналға тіркеліңіздер достар. Жомарт бау-бақша каналына тіркеліңіздер. Комментарияларыңызды жаза кетіңіздер, қысылмаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер достар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар достар.